Баршаңызға сәлем. Бүгін түскі асқа ерекше тағам шашлык дайындадым. Тауықтың етімен жасалады. Өте дәмді, сочны болып, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге тауықтың еті қажет болады, немесе филесі. Оны алдын ала жуып аламыз. Одан кейін қажетінше осылай ірілетіп, турап дайындап аламыз. Қажетті ыдысымызға салып, тұз бұрышын және шашлыкқа арналған және окорочкаға арналған специяды қостым. Одан кейін кішкене сұйық майды қосып, араластырып, бетін жауып алып қоямыз. Дәмді болып шығуы үшін маринадта кемінде 2-3 сағат тұрғаны жақсы. Одан кейін шпажкаларымызды осылай суға батырып дайындап аламыз, күйіп кетпеуі үшін. Және мен картошкаларды осылай турап, тұз бұрышын салып дайындап алдым. Қалған специяларыңызды қоссаңыз болады. Қажетті формамызға май жағып, үстіне картошкаларымызды салып шықты. Енді шпажкаларға дайындап алған черри помидорын және жаңағы дайын тұрған маринадталған етімізді салып шығамыз. Қаласаңыз қасына кабачкиді да қоссаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай видеодағыдай етіп дайындап аламыз. Ал оған дейін достар, менің рецепттерім ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі рецепттерімді жіберіп алмаңыздар, күн сайын жаңа рецепт салып тұратын боламын. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 40 минутта пісіріп алдым. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер, оп-оңай жасалады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецепттерде кездескенше.